Баршаңызға сәлем. Мен сіздермен бүгін өте жылдам әрі тез дайын болатын ашытқысыз бауырсақтың түрімен бөлісемін. Қонақ келген кезде лезде дайын болатын, 3 күн бойы жұп-жұмсақ болып өз формасында тұратын дәмді бауырсақпен бөлісемін. Бұл бауырсақ өте жеңіл және ашытқысыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен керек затымызды дайындап аламыз. Сіздерге описание бөліміне жазып өттім. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Осындай снежок, айран болса, тәтті айран болса үйде, содан бір стаканын құйып, шай қасықтың жартысын қосып араластырасыздар. Достар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін тамашалаңыздар. Жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды салып, осылай жақсылап араластырып болған соң шекерімізді қосамыз, тәттілігіне қарай. Тұзымызды да арасында салдық. Ұнымызды електен алдын ала өткізілген. Осылай 3 бөліп мен саламын. Міне жақсылап қол емес, венчиктің көмегімен осылай араластырамыз. Жақсылап араластырып, ары қарай сұйық майымызды құямыз. 1 қасық сұйық май жетеді. Міне тағы да венчиктің қасықтың көмегімен осылай жақсылап араластырып, ары қарай қолмен кірісеміз. Қолдың көмегіне жүгініп, осылай қамырымызды иілеп, тоңазытқышқа 20 минутқа салып қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Қамырымызды алып, жақсылап қалыңдығын өздеріңіз күнделікті бауырсақ жасап жүрсеңіздер, солай дайындай берсеңіздер болады. Қызып тұрған майымызда жақсылап қуырып аламыз. Міне қараңыздар, өзі лезде қызарады. Дәмі тіл үйіретіндей бауырсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Қонақ келгенде таптырмайтын бауырсақ.